Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Князев Ақжол. Бүгін біз осы 41-ші тақырыпты бастағалы отырмыз. Бұл 41-ші тақырып бізде уақытқа байланысты есептер делінген екен. Олай болса, бастап көрейік. Қараңыздар, біздерге мында не берілген? Әсемнің сағаты әрбір 1 сағатта дейді 4 секундқа қалып қалады дейді. Әсемнің сағаты 1 тәулікте қанша уақытқа қалып қалады? Қараңыздар, 1 сағатта 4 минутқа қалады. Бір тәулікте қанша сағат бар? 24 сағат бар. 24 сағатта қанша минутқа қалады? Сонда мен 24-ті 4-ке көбейтемін. 96 болады. 96 минут. Секунд екен ғой, 4 секунд, окей. Онда 96 секунд болады. Так, мында секунд ол. 96 секунд. 96 секунд дегеніміз ол 1 минут. Жалпы 1 минут 60 секунд бар ғой. Қалған жағы 36 секунд бар екен. 1 минут 36 секунд деген ол біздегі Е жауабында орналасқан екен, достар. Олай болса, екінші степке кеттік. Будильник әр 24 сағат сайын 8 минутқа кешігеді дейді. 24 сағатта 8 минутқа кешігеді. 7:00-де тұру үшін дейді, кешкі 22:00-де будильникті неше минутқа алға жылжытып қою керек. Чтобы 7-те ровно шылдау үшін. Енді қараңыздар. Біз 22:00-де ұйықтаймыз. 22:00-де ұйықтаймыз бетіп, кешкі сағат 10 болғанда. 12-ге дейін ол 2 сағат жүреді. Сосын таңғы 7-ге дейін тағы 7 сағат жүреді. Сонда кешкі 10 мен таңғы 7-нің арасында 9 сағат бар деген сөзді білдіреді. 24 сағатта ол 8 минутқа кешігеді, ал 9 сағатта неше минутқа кешігеді деп пропорция құрып аламыз. Мына 9 сағат дегенім кешкі 22:00 мен таңғы 7-нің арасындағы сағат саны. Сонда мен 9-ды 8-ге көбейтіп 24-ке бөлу керекпін. 9-8-ің 72, бөлемін 24-ке, 3 болады. Демек, 3 минутқа ертерек қойып қою керек. Келесі, егер сағат тілі әр күн сайын 3 минутқа кешігіп отыратын болса, қанша күннен кейін сағат дұрыс уақытты көрсетеді дейді. Сағат тілі деген. Демек, тілі бар сағат, который доптамалық болады да, сағаттың тілі қысқа, минуттың тілі ұзын болады. Осындай сағат қой бізде. Қол сағат болуы мүмкін, стенаға іліп қоятын сағат болуы мүмкін. Әйтеуір электронды сағат емес, аналоговый деп атайды негізі. Мынандай тілдері бар. Енді қараңыздар, бұл жерде жалпы максимум 12 сағат бар. Жалпы негізі бір тәулікте 24 сағат болса, стенаға іліп қоятын, қолға тағып алатын сағаттарда бізде 12 сағат болады. То есть таңғы 7-не, кешкі 7-не ол әйтеуір 7-ні көрсетіп тұрады да, просто. И ол 12 сағатты ғана отработать ету керек. Қараңыздар, 24 әр күн сайын дейді. Онда мен 24 деймін бұл жерде. Бұл жерде мен 12 деймін. Неге? Өйткені менде сағаттың тілінде жалпы 12 сағат бар. Сондықтан 12 деп қоямын. 12 сағатта 3 минутқа қалады. Ал 12 сағатта 3 минутқа қалады. Неше сағатта? Бұл 3 минутқа қалып отырып, бұл жалпы 12 сағатта отработать ету керек болды. 12 сағатты давайте минутқа айналдырып көрейік. 1 сағатта неше минут бар? 1 сағатта 60 минут бар. 12 сағатта 12-ні 60-ға көйтіп қойым, мен 720 минут болады. Соны 720 минутты қанша күнде отработать етеді? Қанша сағатта отработать етеді? Енді қараңыздар, мында 12 сағат демей қойын, бір күн деп айтайын. Ол бір күнде 3 минутқа қалады. Енді 720 минутқа қанша күнде қалады деп ойлайық. Сонда екісін менде 720 көбейтілген 1 бөлінген 3 болады. 720-ны 3-ке бөлетін болсам, менде 240 деген жауапты береді. Ал 240 мендегі Д жауабында орналасқан, достар. Енді келесепке кеттік. Келесепте қандай да бір айда дейді, 3 жексенбі жұп санарға сәйкес келеді дейді. Осы айдың 20-шы аптасының қандай күн болады дейді. Окей. Осы айдың 20-сы дейді, ол аптаның қай күні? Мынау дүйсенбі болсын, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. 3 жексенбі жұп санарға сәйкес келеді. Мысалы, мынау екісі болсын. Жексенбі деген ол 8-9 ғой. 2-ге 7-ні қосып жіберемін, 9. 9-а 7-ні қосам 16. 16-ға 7-ні қосамын 23. 7-ні қосам 30. Видите, мінекей, 1 жұп, 2 жұп, 3 жұп. Бізге айтылған, что 3 жұп сан жексенбілерге сәйкес келеді дейді. Осы айдың 20-сын табу керек.
Қараңыздар, мына 20-сын табу керек. 23 болса, оның алдыңғы күні 22-сі, оның алдында 21, одан кейін 20. 20 деп жатқанымыз сонда бейсенбі күнге сәйкес келеді екен. Бейсенбі деген біздегі В жауабы. 3 сейсенбі күні, қараңыздар, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі. Мынау жұма. 3 сейсенбі күні бір айдың тақ күндеріне сәйкес келеді дейді. Тақ күндерге сәйкес келеді. Қараңыздар, 1-і 7-ні қосып тастаймын 8-і, 7-ні қосып тастаймын 15-і, 7-ні қосам 22-сі, 7-ні қосам 29-ы. Сонда видите, 1 тақ, 2 тақ және 3 тақ сан бар екен. Енді айдың 21-і дейді, қай күні дейді? 22-сі болса 21-і дүйсенбі болу керек. Вот мінекей дүйсенбі деген жауап онда. Өйткені 22-сінің алдыңғы күні 21 ғой. Вот тауып алдық. Сәуір айында 5 сенбі бар дейді. Қараңыздар, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі и жексенбі. Қараңыздар, 5 сенбі және 5 жексенбі бар екенін белгілейді. Мысалы, 1 мен 2 болсын, 1-ге 7-ні қоссам 8 мен 9, 15 мен 16-сы, 22-сі мен 23-і, 7-лерді қосатырым да, 29 мен 30-ы. Видите, мысалы, осы айда менде 5 сенбі және жексенбі болады. Онда 1-ші сәуір аптаның қай күні? 1-ші сәуір сенбі. Вот видите? Сенбі. Осы жылы Қанаттың туған күні қандай бір аптаның сейсенбі күніне сәйкес келіп тұр дейді. Сейсенбі күні біздің туған күн. Ал Мараттың туған күні Қанаттың туған күннен кейін 52-ші күні дейді. 52-ні давайте 7-ге бөліп тастайық. Арада неше апта өтетінін біліп аламыз зато. 7-7 49, одан кейін 3 қалдық қалады, то есть 49-ші күн тоже сейсенбі болады, 50-ші күн сәрсенбі болады, 51-ші күн бейсенбі болады, 52-ші күн жұма болады. Сау болып. Так, енді 52-ші күн ол бізде жұма екен. Вот неке жұма болады. Бүгін аптаның сәрсенбі күні болса дейді, онда бүгіннен бастап санағанда 2017 күн аптаның қай күні дейді? Бүгін аптаның сәрсенбі күні. Окей. Сәрсенбі бүгін. 2017 күн қай күн дейді? Қарайық. 2017-ні сол 7-ге бөлеміз. Өйткені бір аптада 7 күн бар. Арада неше апта айналатынын есептеу керек просто. 2-7 14 болады. 61. 8 7-8-ің 56 болады. Так, 5 57. 7-8-ің 56. Бір қалдық қалады екен. Демек 288 аптадан кейін қайттан сәрсенбіге келем. Одан кейінгі күн 2017 күн болады, ал сәрсенбіден кейінгі қай күн еді? Бейсенбі. Демек бұл бейсенбі күнге түседі деген сөз. Қарауыл 3 күн істеп 4-ші күн демалады, ол жексенбі демалып, дүйсенбі жұмысын бастайды. Оның демалса қанша күнде бір жексенбіге сәйкес келеді дейді. Қараңыздар, 3 күн істейді и 1 күн демалады. Жалпы 4 күні бар. Демек 4-ке бөлінетін бір санды айту керек мұнда. 28 болады. Келесі уақыт 17:30-да сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасындағы бұрыш. Бұрышымыз 60 сағат минус 11 минут бөлінген 2. 60 сағат минус 11 минут бөлу 2 деп жаттап алайық. Давайте мында Т деп жазылып қалды, ағылшынша жазып қойын. Бірақ бұны модульге алып қояйық. То есть иногда минустан шыққат, бірақ бізге минустың таңбасын алмаймыз. Плюс санмен ұра береміз, короче. Бірақ мұнда сағат деген 17:30 десе, 17:30 десе, біз бұны андай 17:30 деген ол электронды сағат қой. Электронды сағатта бұрыш жоқ қой бізде. Бұрыш бізде тек андай тілі бар сағатқа бар. Ал тілі бар сағатта 17 деген уақыт жоқ, ол жерде 5 деген сағат бар. Сондықтан 17-ні 5-ке айналдырып аламыз дейді. 5:30 деп ойлаймыз. То есть 17:30-ды мен 5:30 деп ойлаймын. Енді формулама қоя қоямын. 60-ты көбейтем, сағатым менде 5-ке тең. Минус 11-ді көбейтем 30-ға, бөлемін 2-ке. Так, 6 5-ін қанша? 30, 300 болады. 11-ді 330 бөлінген 2. Сол кезде қанша болады? Так, 30 бөлінген 2. Ну, мұнда модуль ғой просто. Модуль деген сөз как-то минуспен шыққалама, онда минусқа қарама. Плюспен ұра бер деген сөз ол. 15. Демек 15 градус екен аралар. 16:30 болып тұрса, сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасына бұрыш тап дейді. 16:30 деген ол 4:30 ғой.
альфа формулама қоямын. 60 көбейту 4 минус 11 көбейтілген 30 бөлінген 2. 64-ның 24 240 минус 330 бөлінген 2. Так, 240-тан 330-ды азайтатын болсақ, бізде 90 болады. Бөлінген 2 45. Так, 45 бізде міне. 920 дейді. 9-ды 60-ға көбейтемін, минус 20 көбейтілген 11, иә? 60 сағат минус 11 бөлінген 2. 6-9-ың қанша өзі? 54, 540 болып кетеді. Минус 20-ны 11-ге өтсек, так, 220 бөлінген 2. Так, 540-тан 220-ны азайтамын. Так, 2, 0, 320-ны 2-ге бөлем, менде 160 болады. 160 градус деген бар. С жауабы. Электронды сағат 00:00-ден 23:59-ға дейін сағатпен және минутпен көрсетіп тұр дейді. Bir тәулікте таблода 2019 цифрлары әртүрлі тәсілмен неше рет көруге болады дейді. Бұл жерде ешқандай комбинаторика жүрмейді. Просто өйткені комбинаторика былай 91 минут деп ойлай береді. А на деле ондай 91 минут дегенде жоқ қой. Сондықтан вручную жазуға тура келеді. Қараңыздар. Менде 2, 0, 1, 9 деген 4 цифр бар. Бірінші кішіден бастайық. Так, 0, 1, 29 деген бар. 0, 1, 92 деген жоқ. Все, 0, 1 үшін бітірдім. Енді 02-ден бастап көрейік. 02, 19 деген бар, ал 02, 91 деген жоқ. 02 үшін бітірдік. Енді 09, таңғы сағат 9, 12 и 09, 21 деген бар. Бар ондай. 09 үшін бітірдім, енді 10-нан бастаймын. 10, 29. Бар ондай. 10, 92 деген сағат жоқ. Енді 20, 19. Ондай сағат бар. 20, 91 деген уақыт жоқ, өйткені ол 91 минут деген болмайды ол бізде. Вот. Енді 90 деп бастаймын, өйткені 90-шы сағат деген жоқ ондай. 20 үшін тоже бітті. Енді біз деген 1 мен 2-ні қояйық. 12, 09. Бар ондай. 12, 90 деген жоқ. Вот, енді 21, 09. Ондай уақыт бар. 21, 90 деген уақыт жоқ болады. Енді 19, 02. Ондай уақыт бар. И 19, 20 деген тоже бар. То есть, бірден басталатын үшін бітірдім. Өйткені 10 үшін тоже жазып тастаған болатынмын. Енді 29 деген сағат жоқ. 20 деген сағат бар. 20, 19. 20, 91 деген жоқ. Енді 21 бар ондай. 21, 09 деген уақыт бар. Сосын 29 деген сағат жоқ. Давайте есептеп көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мұнда ең көбі 13 дейді. Тағы да бір ойланып көрейік. Может 13 сағатта шығаруға болады. Егер тағы да бір ойланып көрсек. Так, сонда менде 20 дегенге бітірдім. 20, 19 жазып қойдым. 91 деген болмайды. Так, 21, 09-ды жаздым. 21, 90 деген тоже болмайды. Енді 29 деген уақыт жоқ. 12-ні 12.09 дегенді жаздым, дұрыс. 19.02, 19.20 тоже жаздым. 09, 12, 09.21 тоже жаздым. Сонда 12 осы. Электронды сағат 19 сағат 57 минут 31 секундты көрсетіп тұр дейді. Ең кем дегенде неше секундтан кейін осының барлық цифр өзгереді дейді. Барлық цифр болса, мына бірге шейін өзгеріп кету керек қой. Мына бір кейін, 19 сағат болса 20 дегенге қараңыздар, бізде 19, 57, 31-ді көрсетіп тұр. Мына 19 деген 20 дегенге қашан ауысып кетеді? Когда мынаның бәрі 00 болғанда. Ал минут пен секундтың тілі 00 болу үшін бізде толық 1 сағат болу керек. Бізге 1 сағат болуға қанша уақыт жетпейді? Мысалы, менде мынау 60, мынау да 60 болса да, онда олар ауысып кетеді, міндетті түрде. Демек, маған 60 болу үшін мынаған 29 секунд керек. 60 болу үшін мынаған 2 минут 29 секунд керек сонда. 2 минут 29 секунд. Ал неше секундтан кейін дейді? 2 минуттың 6, 2, 12, 120 ғой.
29-ды қосып қоямыз. 149 деген д жауабын алады екенбіз. Электронды сағат 7:58:25-ті көрсетіп тұр. Ең кем дегенде неше секундтан кейін сағаттың циферблатындағы барлық цифрлар өзгереді дейді. Окей. 7:58:25. Барлық өзгеру үшін 7 емес 8 болып кету керек. Так, 8 болу үшін негізі жалпы 2 минут қой, бірақ 2 минуттан аз уақыт кетеді екен. 58 минут 25 секунд болып тұр. 25 секундым 60 болу үшін әлі 35 секунд керек. Онда мынау 59 болады да, ар жағында 1 минут қалады. 1 минут 35 секунд дегеніміз ол бізде 95 секунд. Ол біздегі В жауабы деген сөз. Электронды сағат. Так, электронды сағат уақыты сағат тіл мен минуттық тілді көрсетеді. Бір тәулікте бір сағаттың көрсеткішінен мына 2, 0, 1 и 8 цифрларын түгелімен қатар келетін неше тәулік мезгілін көруге болады дейді. 20:018, иә. Жаңа алдыңғы есепте 20:019 болған болады. Енді 8 үшін ойланып көрсек. 08, 18. Дәл осылар бола береді екен, иә. Давайте көрейік, қараңыздар. Бірінші 01, 28-ді көрейік. Сосын 01, 82 деген ондай жоқ. 01 үшін бітті уже. 01, 28 ана бар. Енді 02 үшін. 02, 18 деген бар. 81 деген жоқ. Енді 08, 21 и 08, 12. 08 үшін бітті. Енді келесі не дейді? 01, 02 и 08 үшін бітірдік. Енді бірден бастап көрейік. 10, 28 деген уақыт бар. Енді 12, 08 деген бар, ал 80 деген уақыт жоқ. 18 үшін көрейік. 18, 02, 18, 20. 18 үшін біттік. Енді 2-ден басталсын. 21 болсын, допустим. 20 болсын, давайте, 0-ден бастайық. 20, 18 деген уақыт бар, 81 деген жоқ. 21, 08 деген уақыт бар, 80 деген уақыт жоқ. 28 деген уақыт мүлдем жоқ. Все, осымен тоқтайды екен. Енді 21, енді 8-ден басталатын, 8-ден басталатын бізде жоқ. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жалпы 10 рет көруге болады деген сөз. Астана-Алматы жолаушылар пойызы Астанадан 1 наурыз 19:15-те шығып дейді. Алматыға 2 наурыз 15:40-та келді дейді. Алматы Астанада жалпы қанша уақыт жолда болған табыңыздар дейді. Қараңыздар, біз кешкі 19:15-те шықтық. Мынау біздің уақыт болсын. Біз кешкі сағат 7:15-те шықтық дейді. 15 мында ғой. Мында 19. Біз бірінші түнгі 12-ге дейін қанша уақыт кетеді, соны есептеп алуымыз керек. 12 деген ол 24:00 ғой. Содан 19:15-ті алып тастаймыз. 00 деген ол 60 деп ойлаймын ғой. 1 сағатта 60 минут бар ғой. 60-тан 15 азайтамын, 45 қалады. 24 емес, уже 23 қалады, өйткені мен біреуін занимать етемін мынадан. 23-тен 19 азайсақ 4. Түнгі 12-ге шейін 4 сағат 45 минут бар екен. Кейін 4 сағат 45-ке біз мына 15:40-ты сразу қоса саламыз. Өйткені түнгі сағат 12-де сағаттардың бәрі 0-ге оралады. Кейін мысалы түскі 12 болса, түнгі 12-ден кейін 12 сағат өтеді. Түскі 2 болса, 14 сағат өтеді. Түскі 3 болса, 15 сағат өтеді. Сондай логика бар ғой бізде. 5, 8, так, 9, 10. 85 минут деген жоқ, сондықтан 60-ын мынаған берем, сонда 20 сағат, 25 минут. 20-25. 20-25 біздегі С жауабы. Қараңыздар, біз деген 30 маусым күні 22:45-те шықтық. И бірі күні 6:50-де келдік. Значит, 22:45-тен түнгі 12-ге шейін қанша уақыт бар екенін тауып алайық, достар. 60-тан 45 азайтам 15. 23 қалады онда. 2-ні азайтам 1. 1 сағат 15 минут бар екен түнгі 12-ге шейін. Кейін 1 сағат 15-ке өзіміздің 6 сағат 50 минутымызды қоса қоямыз. 5, 65, 6-ға 1, 7. 7:65 деген ол 8 сағат 5 минут дегенді білдіреді ғой. Өйткені 65 деген минут жоқ қой. 60-пен уже 1 сағатты беретін болады. 8 сағат 5 минут біздегі Е жауабында. Енді 19-шы есеп. Бізде пойыздан дейді
Пойыз Алматыдан 19 мамыр күні 15:50-де шықты 19 мамырда. Біз 21 мамыр күні 10:30-да келді. Арада 2 күн бар, кстати. Бір күн, целый бір күн бар екен, 20-сы деген бар. 20-сы күні бізде 24 сағат целиком беріледі бізге. Біз бірінші түнгі 12-ге дейін есептейік бағанағыдай. 24:00-ден алып тастаймыз 15:50-ді. 60-тан 50 азайтам 10, 23 қалады. 23-тен 15 азайтам 8. Түнгі 12-ге шейін 8 сағатымыз бар. Оны 24-ке қосып қоямыз әлі. 10, 4-ке 8 қосам 32. То есть 32 сағат 10 минут кетеді екен. Кейін оған 10 сағат 30 минутымызды да қосамыз. Өйткені біз 21 бірақ келдік қой. 42 сағат 40 минут деген біздегі В жауабында орналасқан екен. Келесі 20. Егер тәуліктің қалған бөлігі дейді. Мынау X-міз бізде өткені, онда қалғаны 24 минус X. То есть менде 10 сағат өтетін болса, әлі 14 сағатым бар деген сөз. Қалған бөлігі, который 24 минус X-міз. Ол бізде өткен бөлігінің 60% дейді. X-тің 0,6 бөлігі. Сонда 24 минус X тең болады 0,6 X-қа. 1,6 X тең болады 24-ке. Өйткені минус X ар барса плюс болады. 24-ті 1,6-ға бөлу керекпіз, достар. Мен қазір калькуляторды алып бөліп көрейін, достар. Қандай сан береді? 24-ті бөледі екен 1,6-ға. 15 екен. X деп атқаным менде 15. X тең 15. Сонда 15 сағатым өтті. Значит, қазір 15 сағат деген білдіреді. Түскі сағат 3 қой. Қазір сағат 15 сағат. Или 3 деп бергесем екен. 15 болып тұра берсін. 15:00 деп айтқан дұрыс болды негізі. X ол бізде өткені болсын, онда қалды 24 минус X. Ол бізде қалғаны. Өткен бөлігім. Бірінші қалған бөлігі дейді ғой. 24 минус X-ім осы өткеннің 20%-на тең. Демек 1/2 X болады, тең 24-ке. X тең болады 20-ға. То есть қазір сағат 20:00. Егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 7/1-дей болса дейді. Қараңыздар, X-і бізде өткені болсын, 24 минус X-іміз қалғанымыз болсын. Тәуліктің қалған бөлігі, то есть 24 минус X-ім, ол менде өткеннің 7/1-дей дейді. Сонда мен мынағанда 7, мынағанда 7-ні беріп жүрсем болады. 28, 7, 14, 16. 168 минус 7X тең болады X-қа. 8X тең 168-ге. X тең болады 21-ге. Қазір кешкі сағат 21:00, то есть 9 ғой кешкі. Саяхатшы моторлы қайықпен дүйсенбі күні 12-де өз саяхатын бастады да, 100 сағаттан кейін қайта оралды дейді. Енді қараңыздар, 100 сағат дегеніміз ол неше күн дегенді білдіреді, неше тәулік дегенді білдіреді. То есть 100-ді 24-ке бөліп тастау керек. Сонда 24-тен 4 целый күн 96 болады, и 4 қалдығы бар. Значит, мен қараңыздар, дүйсенбі күні шықтым. Менде сейсенбі 1 күн болады, сәрсенбі 2 күн болады, бейсенбі 3 күн, жұма 4 күн. То есть мен 4 күнді отработать еттім. Енді әлі 4 сағатым бар. Өйткені 100 сағат жүрдім ғой мен. Түскі 12-ге 4 тоғысатын болсам, менде 16 болады. Сонда мен жұма күні 16:00-де түседі екен. Кестеде Әсеттің қызмет істейтін мекемесінің дейді жұмыс уақыты көрсетілген. Әсет бір аптада неше сағат жұмыс істейтінін анықтаңыз дейді. Қараңыздар, мен дүйсенбіден жұмаға дейін таңғы сағат 8-де келіп, кешкі 5-те қайтам. 17:00-ден 8:00-де азайтатын болсам, 9 сағат отырады екен. Еще 1-ден 2-ге шейін обед екен менде. То есть менде 1 сағат алып тастаймын әлі. Сонда мен жалпы 8 сағат жұмыс істейді екен. Ал дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма каждый күні 8 сағаттан істеймін осылай. Демек 8-ден 5 бар ғой. Жалпы 40 сағат жиналады. Ал сенбі күні короткий день менде. 9-дан 1-ге дейін. Давайте 1-ден 9-ды алып тастайық.
9-дан 1-ге дейін 4 сағат. Ну, субботамен 4 сағат жасаймын, сонда 44 сағат бір аптада жинайды екен. 44 сағат жұмыс бір аптада. Кестеде Әсеттің қызмет істейтін мекемесінің жұмыс уақыты көрсетілген. Әсет бір аптада қанша уақыт жұмыс жасайды? Енді қараңыздар. 18:00-де қайтады екен ол. 8:30-да келеді. Демек 8:30-дан кешкі 6-ға шейін қанша уақыт бар? Так, 30, 7-ден 9 сағат 30 минут. 9,5 сағат отырады екен жұмыста. Ал бірақ 12:30-нан 2-ге дейін 1,5 сағат бар ғой, 1,5 сағат ода обед екен. То есть ол 9,5 сағат отырады, бірақ 1,5 сағат обед тап тастаймыз, сонда 8 сағат жұмыс отырады. Бірақ понедельниктен пятницаға шейін 5 күн бар. Сонда 8-ді 5-ге өтем 40 сағат жинайды екен. Ал суббота күні 9:30-нан 13:00-ге шейін отырамыз. Сонда мен 9:30-ды алып тастасам, так, 30, 12-ден 3 сағат 30 минут. Тағы 3,5 сағатты қоям. Сонда 43,5 сағат отырады екенбіз. Дәл алдыңғы есеп сияқты, просто мұнда ондай кішкене жарты сағатқа азырақ отырады екенбіз. Сержанға дәрілер дәріні 15 минут сайын ішіп тұру керек деп нұсқау берді. Егер ол бірінші рет дәріні 11-ден 5 кеткенде ішетін болса, 4-ші рет нешеде ішеді? Бұл бірінші рет ішкені болсын. Онда екінші рет, 15 минуттан кейін ішеді, сағат 11:20-да ішеді. Үшінші рет 35-те ішеді. Төртінші рет 45-50. 11:50-де ішеді. 11:50. 25 минутты сағатханаларыңыз дейді. 60-ға бөле саламыз сағатхана алатын болсақ. 5-ке бөліп тастаймыз, сонда 5, мында 12. Д жауап екен. Бәлішті пешке 7:20 минут өткенде қойды дейді, сағат кешкі 7:20-да қойыпты. Егер бәліш 4-тен 3 сағатта пісетін болса, неше деп дайын болады дейді. Жалпы 4-тен 3 сағатты давайте минутқа айналдырайық. Минутқа айналдыру үшін, наоборот, 60-ға көбейту керек. Так, 60 пен 4 қысқарады, 15 қалады мұнда, 15-ті 3-ке өтеміз, 45. 45 минут піседі екен. Мен 7:20-да қоям, оған еще 45 минутымды қосып қоям. Сонда 5, 65, 7, 65, а ол бізде 8:05 дегенді білдіреді, өйткені 60-ы 1 сағатты береді ол мынаған. Сонда 8 сағат 5 минутта бәліш дайын болады екен. Кешкі сағат 8-ден 5 кеткенде ғой үшін. Айару су температурасының төмендеуін әрбір 5 градус сайын жазып отырды да, келесі кестені құрды дейді. 85-тен 75-ке төмендеу уақыты. Қараңыздар, 85 деген ол мынау. 75 деген ол мына жер. Осы екеуі маған қызықты. Демек, екеуін бір-біріне қосып тастаймын ғой. 18-ге 5-ті қоссам 23 болады. 4-ке 6-ны қоссам 10. 10 болады, сонда С жауабы. Нұргүл су температурасының төмендеуін әрбір 5 градус сайын жазып отырды. 95-тен 80-ге төмендеу уақыты. 95 міне, 80 міне. Демек, екеуінің арасын аламын. Осыларды өзара қосамыз. 10-ға 19 қоссақ 29, оған 18 қоссам 29-ға 10-ды қоссам 39, 8-ді қоссам 47. Демек, 47 аяқталу керек, ол мендегі Е жауабы сразу. 2-ке 3 қоссам 5, 5-ке 4 қоссам 9, 10 и так-та береді. Жеп-жеңге. Марат бір күнді параққа жазып цифрларын қосады. Мысалы, 17-сі 4-ші ай деп. Сонда ол 1 плюс 7 плюс 0 плюс 4, 12 деген сан береді. Ең көп дегенде қанша болуы мүмкін? Көбісі ойлап қалуы мүмкін, типа декабрь айы деп, 12-ші ай деп. Жоқ. Мысалы, 09-ші ай, ол жерде 0-ге 9 қоссам 9 болып кетеді. Мұнда 1-ге 2-ні қоссам 3 болып қалады. Сонда сентябрь цифрлары бойынша қосындысы ең көп екен. Ал күн бойынша, мысалы 19 болса, 1-ге 9 қоссам 10. А если 29 болсашы, 2-ге 9 қоссам 11. 30 дегенде 3 пен 0 3 болып қалады. Сондықтан ең көбі 29 екен. Сонда 2 плюс 9 плюс 0 плюс 9. 18, 20. Сонда ең үлкені мен 20 аламын. Егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінен 3 есе артық дейді. Давайте, x-іміз өткені, 24 минус x-іміз қалғаны. Қалған бөлігі, который 24 минус x-ім, ол өткеннен 3 есе артық дейді, соны үшке өйт дейді. Сонда 4x деген 24-ке, x тем оды 6-ға. Қазір сағат 6. Сағат әрбір тәулікте 5 минутқа кешігіп жүреді. Қанша тәуліктен кейін сағат тағы да дәл уақытты көрсетеді дейді.
Сонда қараңыздар, бір тәулікте 5 минут. Так, тағы да дәл сол уақытты көрсетеді. Бұл бізде электронды ма екен, әлде аналоговый ма екен? Ну, давайте тілі бар сағат деп ойлап көрейік, иә. Қанша тәулікте? Ол 12 сағатта отработать етеді. 12 сағатты 5-ке өтеміз. 60. Так, 12 сағатты какой 5-ке өтем? 60-ға өтем онай. Ну, 720 бағанағы. 720 минутты қашан отработать етеді деп түсінеміз. Сонда мен 720-ны бөледі екен 5-ке. 1. Так, ну давайте 720 бөлінген 5. 1, 5, 5. 22-де 4, 5-ің 20. 20-да 4. Ну, 144 күннен кейін олар қайттан дұрыс көрсетеді деген сөз. Неге 720? Өйткені мен деген бүйтіп сағат кешкі 7:00, иә. Кейін тағы да бүйтіп айналып 7:00-ді көрсету керек қой, чтобы дұрыс көрсету үшін, иә. Сол кезде 12 сағат кетеді деген сөз. Марат пен Серік 4 сағат дойбы ойнады дейді. Мараттың ойынға жұмсаған уақыты. Ну, 4 сағат, өйткені екеуі бірге дойбыны қанша сағат ойнаса, екеуі де сонша сағат ойнайды. Мысалы, 2 сағаттан бөліп болмайды дойбы ойнағанда. Мысалы, мен досыммен бірге футбол ойнайтын болсам, футболды біз 5 сағат ойнасақ, мен де 5 сағат ойнаймын, ол да 5 сағат ойнайды. Осындай жерден қателесіп кетпеңіздер. Жұмысшы өз кезегін дейді, әр 5 күн сайын ауыстырып тұрады дейді. Ол бірінші кезекшілігі жұма күнде басталды. Окей. Жұма күнде бастаймыз. Оның 11-ші кезекшілігі аптаның қай күніне сәйкес келеді дейді. Ол 5 күн сайын ауыстырып тұрады дейді. Окей. Мен онда 5-ті көбейтіп қойын 11-ге. Бастайды. Окей, онда 10-ға көбейтейін сперва. 10-ға көбейтейін, сонда 50. 50-ді 7-ге бөліп тастайыншы, чтобы қалдықты табу үшінші. 7, 7, 49, 1 қалдық. Біріншісін ол жұма күні бастады, ал бір қалдығын ол сенбі күні аяқтайды. Түсінесіздер ма? Ал кейін 11-ші кезекшілігін ол жексенбі күні бастайды. Жексенбі күні бастайды. Кезекшінің арғы күні дүйсенбіден кейінгі екінші күні болса дейді, онда бүгін қай күн? Так. Мынау бүгін, мынау кеше, мынау арғы күн. Арғы күнім екінші күн, дүйсенбіден кейінгі екінші күн. Дүйсенбіден кейінгі бірінші күн, дүйсенбіден кейінгі екінші күн. Сейсенбі, демек сәрсенбі болып тұр ғой. Бейсенбі, бүгін жұма деген сөз, значит. Бүгін жұма. Жексенбі күні берік 9 сағат 30 минут ноутбукте отырғанын, күндізгі 3 сағат 15 минутқа дейін ойнады, ал келесі жексенбіде інісі Серік 1 сағат 50 минут ұзақ отырды дейді. Ноутбукте қанша уақыт отырды? Серік қанша уақыт отырған? Окей. Так, отырғаннан кейін күндізгі 3 сағат минут. Ол таңғы сағат 9:30-да ноутбукқа отырған. Бірақ түскі 3:15-ке шейін ойнаған ол. 3:15 деген ол 15 деп жазсам болады оны. Азайтатын болсақ, так, 45 деп ойлаймыз, өйткені біреуді занимать етеміз, иә? Нет, 60-қа 15 қосып 75 болып кетеді. 75-тен 30-ды азайтам, да, 45 қалады екен, дұрыс. 14-тен 9 азайтам 5. Ол 5 сағат 45 минут бойы отырған Берік деген жігіт. Ал Серік 1 сағат 50 минутқа ұзағырақ отырды. Қосып сайын 1 сағат 50 минутта. Так, 5, 5-ке 4, 9, 5-ке 1, 6. 6:95 ол 7:35 деген мағынаны білдіреді. 7:35 ол менде д. Сағаттық тіл мен минуттық тіл 3 сағат 18 минутты көрсетіп тұр, арасына бұрыш. 60 көбейтілген 3, минус 11 көбейтілген 18 бөлінген 2. Так, 6/18 180, минус, так, 18 10-ға көбейтсек 180, 180-ге 10 болса 198 бөлінген 2. Так, сонда 18 бөлінген 2, 9. 9 градус екен олардың арасы. Осымен достар, сағаттық тіл мен минуттық тіл, уақытқа арналған есептер аяқталды. Сіздермен болған мен Князев Ақжол, кеттік келесі сабаққа.